Саламатсыздар достар, бүгін сіздермен 3 жасар балаға садикке киім таңдаймыз. Сырт киім, аяқ киім бәрін таңдайтын боламыз. Детская одежда деп жазасыздар. Осындайлар шығады. Мына бірінен бастайық. Көріп шығасыздар. Отзывы жоқ екен. Мына жер басамыз. Отзывы бар екен. Осыны таңдаймыз. Жүзді таңдаймын. Жүрекшеге салып қоямын. Осылардың ішінен таңдайық. 2109 адам алған екен. Отзывы бар. 4,5 екен. Осының ішінен де таңдаймыз. Осы жерден материалын көрсеңіздер болады. Мақта деп жазылған. Переводчикпен көресіздер. Осындай шалбарлар алсаңыздар болады. Екеуі бірге жүреді. Екі түрлісін таңдаймыз. Міне мақта деп жазылған. Жүрекшеге салып қоямыз. Енді носки таңдайтын боламыз. Осылардың ішінен таңдаймыз. 5 жұлдызды екен. 100 мыңнан аса сатылым бар екен. Қарайсыздар. 10 штук деп жазылған. 10 штук. Мына жерінде 5 штук. Осылардың ішінен таңдайсыздар. Мен ұл балаға болғандықтан осы біреуін таңдаймын. Сәл үлкендеуін таңдаймын. Емді таңдаймын. Жүрекшеге басып қоямын. Енді пижама таңдаймыз. Қарайсыздар, өздеріңіз ұнаған таңдайсыздар. Ішіне кіріп көреміз. Шартылай мақта екен бұл. Мына жерін жазамыз. Пижама кинес бойс дегенді таңдадым. 100% мақта деп жазылған. Бұл жазға болады. Жазға, көктемге киюге болады. 100-ті таңдап белгілеп қоямын. Енді қалыңдауын заказ беретін боламыз. 100% мақта деп жазылған. Переводчикпен көрсеңіздер болады. Бұл бағанадан сәл қалыңдау. Себебі садик ыстық болады. Қыста болса да. Сол үшін жұқалауын бере бересіздер. Бұл жерде размері жоқ екен. Сіздерде сондай жағдай болса, басқасын істесеңіздер болады. Үстінен басып
басқа түрі шығады. Мынаған көрейік. 100% мақта. 100 бар екен. Сөйтіп іздейсіздер. Ұнағандарын белгілеп жібереміз. Әртүрлісі бар екен. 100-ді белгілеймін. Соңында қанша болатынын есептеп беремін. Екі түрлісін таңдадық. 3 жасар бала уже памперстен шыққан болады. Соған осылайлар заказ берсеңіздер болады. 5 жұлдызды екен, мақтадан жасалған. Балаға мақтадан жасалған алып жатқаным, біреулерді аллергия болуы мүмкін, кимеймін деп жылауы мүмкін, сол үшін мақтадан аламыз. Үшеуін аламыз. Бұл жерде весіне байланысты 12 мен 15-16 килограммдар, 16-17 килограмм. Мен біріншісін алам. Солай есептейсіздер. Оны алдық. Енді аяқ киім іздейтін боламыз. Міне күштілері шығады. Төрт жарым екен. Кейін сіздер бұны алғанда размерін білмесеңіздер, өздеріңізге ұнағанды таңдайсыздар. Кейін балаңыздың аяғын өлшейсіздер. Линейкамен, кішкентай метрмен өлшесеңіздер болады. Содан таңдайсыздар. Мен сантиметрін жазып қойған. Мен 24 алам. Негізі 3 жасқа 24-25 ала берсеңіздер болады. Сәл, мысалы, сіздердікі 15 сантиметр шығатын болса, жарты сантиметр қосып аласыздар. Себебі үлкейеді бала. Носки киеді. Жарты 1 сантиметр қосып ала беріңіздер. 25 алам. Әртүрлі шығады. Өздеріңізге ұнағандарын заказ бере бересіздер. Осындайларды берсеңіздер болады. Мұны белгілеп кетейін. 25, 26-ны белгілеп берем. Сантиметріне қарайсыздар. Белгілеп қойдым. Негізі осындайлар сатып алсаңыздар да болады. Аяқты өлшейтін. Енді шапка аламыз, себебі уже күз болып жатыр. Астына түссеңіздер әртүрлісі шығады. Қарасын аламыз. 2 мен 12 жасқа болады екен. Белгілеп қойдым. Осындай майкелер алсаңыздар болады. Мынандайын алам. Түрлі түстісін. Үш түрлісін бірге алам. Себебі праздник сондайлар болады. Сол үшін ақ майка да керек болады балаға. Белгілеп қойдым. Енді сумка керек. Артқа тағатын. Ішіне киімдер салып беру үшін. Көгін таңдайым. Белгілеймін. Сіздер басқасында таңдасаңыздар болады. Кейін осындайлар шығады. Осылардың ішінен таңдай бересіздер. Мысалы, көзге алатын болсаңыздар, шапкасымен алатын болсаңыздар, мен осындайын заказ беретін болам. Қарайсыздар. Әдемі екен. Астына түсіп қарап шығасыздар. Описаниесінің бәрін переводчикпен көрсеңіздер болады.
Оздуктарын көресіздер. Сөйтіп алсаңыздар болады. Мен екі-үшеуін көремін қазір. Шапкасы жоғы да бар. Оны да көрейін. 2700 адам алған екен. 420 отзыв бар. Қарасын заказ етеміз. Бүгілеп қоям. Әртүрлісі шығады. Осындайларды алсаңыздар болады. Ол сіздің қалауыңызға байланысты. Біреулер осындайларын ұнатады. Осындайлар кидіргісі келеді баласына. Әдемі екен. Отзывтарын көріп шығамыз. 4-тен жоғары болу керек. 4 екен бұл. Белгілеп қоя берейік. Үстінен басып, басқасын көрейік. Мына бірін көрейікші. 4,5 шықты. Сөйтіп іздесеңіздер болады сіздерде. Качествосы әдемі екен. Суреттерін көріп шығасыздар. Осы біреуінен заказ берсеңіздер болады. Жұлдызы төмен болатын болса, мен басқасын іздеймін. Осы жерін басып іздеймін. Сіздерді сөйтіп іздеп тапсаңыздар болады. Мен соған ұқсағандары шықты. Енді магазинге байланысты сапасы да әртүрлі болуы мүмкін. Әркім әртүрлісін ұнатады негізі. Баласын әртүрлі қылып алып бергісі келеді. Сол үшін әркімнің өз выборына байланысты өзгерте бересіздер. Мен пример қылып жасап жатырмын. Бұл қалыңдау екен. Осыны заказ берейік. Не, 4,5 екен жұлдызы. Белгілеп қоя береміз. Енді корзинаны көріп шығамыз. Қалып кеткен заттарымыз болса қосамыз. Корзина мына жерде орналасқан. Көріп шығамыз. Белгілеп шығам. Мына екіншісін таңдайым. Магазин екі түрлі, сол үшін. Кейін осы жерде киімнің басқа түрінде қосатын болсаңыздар, мына жерде қосам, плюсикті басасыздар. Басқа түрінде қосқым келіп тұр. Соны қосу үшін таңдаймыз. Осы біреуін таңдап, жүзді таңдап, осы қызылды басасыздар. Екеу болып шықты. Мына жеріне тағы таңдасаңыздар болады. Мына бірін қосам. Екеу болды. Сонда екеу төртеуден келеді. Кейін садикке осындайлар заказ берсеңіздер болады. Атын жазып, продавецпен сөйлесесіздер. Қыз бала соған қарай. Сіздің балаңыздың заттары ауысып кетпеу үшін аласыздар оны. Жуғанда өшіп кетпейді. Осында біреуін заказ беріп қоямыз. Біреуін берейін, екеуін бермеймін. Соңында бір көріп шығасыздар. Қате жібермеңіздер. Сол үшін бір көріп шығасыздар. Екі түрлі пижама заказ беріп жатырмын. Үстіне киім. Осындай берем. Үстіне киім. 4 түрлі ауыстырып киюге. 2 шалбар. Носки 10 штук.
алып қоямын. Екі түрлі пижама, біреуі қалың, біреуі жұқа. Кейін осындай екі түрлі аяқ киім, біреуі жұқа, біреуі қалың, шапка, майка, сумка, сырт киім. Осылардың сырт киімдерінің 4 түрлісін заказ беріп жатырмын. Сіздер қаласаңыздар екеуі или біреу қылып берсеңіздер болады. 513-те 65 болды. Егер әліпбимен төлейтін болсаңыздар, осындай суммаға төлейсіздер. Ал Каспиймен төлесеңіздер, 11-де 61 қосылады. Видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар.